Сәлем достар, бүгін бұл видеода мен сіздерге ешқандай да заңгерлік кеңес бермеймін. Осы жылдың сәуір айынан бастап мен ЮНИСЕФ Қазақстан атты ұйымға ақпаратты онлайн тарату жөнінде ерікті волонтер болдым. Сондықтан да бұл видеода мен ЮНИСЕФ Қазақстан дегеніміз не? COVID-19 пандемиясына байланысты карантин жариялауға және елді төтенше жағдайға менің алғашқы әрекетім. Ал сондай карантинде менің өмірім қалай өзгерді деген сұрақтарға жауап беремін. Егер де видео қызық болса, онда ары қарай көреміз. Осы жерде осы ұйымға волонтер болғанымды құттықтап кетсеңіздер болады. Себебі ол мен үшін үлкен жетістік болып табылады. Осындай халықаралық ұйымның онлайн болса да волонтер болғаныма өте қатты қуаныштымын. Сонымен ЮНИСЕФ ұйымы әлемнің 160 елде және аумақта әр баланың құқықтары мен аман саулығын қорғап және насихаттай отырып жұмыс жасайды. Балаларды тең мүмкіндіктермен қамтамасыз ету ЮНИСЕФ Қазақстандағы бүкіл әлемдегі аса маңызды міндеттерінің бірі. Бұл халықаралық ұйымға еліміз 1994 жылы балалар құқықтары туралы конвенцияға қол қойғаннан бері мүше. Осы уақытқа дейін ЮНИСЕФ үкіметпен, сондай жергілікті басқару органдарымен және сапалы әлеуметтік қызметтерге бірінші кезекте денсаулық сақтауға және білім алуға тең қол жеткізуді қамтамасыз етіп отыр. COVID-19 пандемиясына байланысты елімізде карантин жарияланғанда және де елімізде төтенше жағдай алғанда менің алғашқы әрекетім ол полное отрицание, яғни қабылдамау, сенімсіздік, жасалып жатқан іс-әрекеттердің барлығы маған өтірік сияқты болып көрініп, шынымды айтсам, олардың ешқайсысында шын жүрегімен қабылдаған жоқпын. Әрі қарай біз сол бір айға жететіндей дүкенге барып азық-түлік алып келдік. Одан кейін менің негізгі өзімнің жұмысым онлайн болғандықтан өзімнің жұмысымды жасай бердім. Литературный школадағы тапсырмаларымды орындай бердім. Сондай-ақ жаңағыдай жаттығуларды жасап жүрдім, кітабымды оқып жүрдім. Тым бастан заңгерлік кеңестерім жайлы YouTube каналыма видеоларымды түсіре бердім. Сондай-ақ түрлі марафон, вебинарларға қатыса бастадым. Сондай-ақ кей кездері балконнан көршілерімізбен кешке қарай ән айта бастадым. Елім, менің елім, гүлім болып, төгілемін, жырым болып, төгілемін елім, туған жерім менің, Қазақстаным. Одан басқа IELTS экзаменіне дайындалып жүрмін қазір мен осы уақытта. Сол жасап жүрген жұмысымның барлығын жасай бердім деуге болады. Яғни мен бұл карантин, яғни өткінші нәрсе, уақытша нәрсе деп қабылдадым. Алайда мынау сәуір айында карантин уақытын ұзартқанда, шын айтсам, депрессияға ұшырадым. Себебі жасап жатқан іс-әрекеттерімнің барлығының мағынасы, мәні жоқ сияқты болып көрінді. Содан барлығын ысырып қойып, көңіл күйім болмады, түнде ұйқым бұзыла бастады. Ешқандай мынау үйдегі жанұямдағы адамдармен, жақын адамдармен сөйлеспей қойдым. Сондай-ақ таңдан кешке дейін, шынымды айтсам, жатпай тек қана ютубтан кинолар, түрлі сұхбаттар көре бастадым. Мен бір апта бойы мынау ішімде сондай бір күйзеліс пайда болды. Өте өзіме сұрақты қоя бердім, енді не болады, ары қарай қалай болады екен деп. Ең қорқыныштысы бұл жағдай негізі біздің тек қана елімізде орын алып жатқан жоқ, бүкіл әлемде орын алып жатқаннан кейін мынау қорқыныш сезімі ішінде ұлғаяды екен. Соны түсіндім.
сөйтіп тастаған салмақтарымды қайтадан жинап алдым десем де болады. Сонымен соңғы 3-4 күн ғана осы бүкіл әлемде болып жатқан жағдайға мен ешқандай да әсер ете алмайтынымды сезініп, кішкене өз-өзіме келе бастадым деуге болады. Бұрынғы жасап жүрген сүйікті істеріме қазір біртіндеп қайтадан келіп жатырмын. Сонымен осы карантин кезінде сіздерден осы 5 әрекетті жасамауды сұрайтын едім. Қатты қажеттілік болмаған жағдайда далаға шықпауға. Төртіншіден, әлеуметтік желілерден, әсіресе WhatsApp'тан келген спам, сурет, видеоларды бейсар тарата бермеуге. Бесіншіден, бос қауесеттерге сенбеуді сұрайтын едім. Сондай-ақ осы төтенше жағдай кезінде әлеуметтік желі арқылы таралып жатқан сенімсіз ақпараттарға сенбей, тек қана сенімді ресурстарды пайдалануға шақырамын. Олардың тізімін мен міндетті түрде төменде қалдырып кетемін. Осымен сіздерге ЮНИСЕФ Қазақстан ұйымы жайлы, сондай-ақ менің карантинде жасап жатқан іс-әрекеттерім туралы дайындаған шағын ғана ақпаратым бүгінге осы ғана. Егер де видео ұнаған болса, лайк басамыз. Сұрақтарыңыз болса, немесе осы карантинде не істеп жатсыздар, соны міндетті түрде төменде комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Сондай-ақ каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау саламат болыңыздар.